Бір күні чудо женщина, Даяна Принц есімді батыр әйел, Майнкрафт әлеміне түсіп қалды. Ол өзінің алтын лентасын, қалқанын және қылышын алып, айналасындағы блокты әлемді қызықтай бастады. Даяна бұған дейін көрмеген қызық дүниелермен танысу үшін жолға шықты. Ол көп ұзамай бір ауылға келді. Ауыл тұрғындары оған көмектесу үшін көпшілік жиналды, өйткені олар үлкен қауіпке тап болған еді. Ауыл тұрғындары Даянаға жақындап, олардың ауылын үлкен айдаһардың шабуылынан қорғау қажет екенін айтты. Бұл айдаһар әр түнде келіп ауылды талқандап, тұрғындарды қорқытып жүрді. Даяна бірден көмектесуге келісті. Ол өзінің батылдығын көрсетіп, ауылды қорғау үшін не істеу керектігін ойластыра бастады. Даяна ауыл тұрғындарына қабырға тұрғызуға көмектесті. Ол блоктарды пайдаланып, мықты қорғаныс жүйесін жасады. Қабырға ауылды айдаһардың шабуылынан қорғауға арналған еді. Ауыл тұрғындары да бірігіп, бұл қорғанысты жасауға көмектесті. Олар Даянаға сенім білдіріп, оның басшылығымен бірлесе жұмыс істеді. Қабырға дайын болғаннан кейін, Даяна айдаһарды жеңу жоспарын жасады. Ол айдаһардың ұясына барып, оны ауылдан алысқа қуып жіберуді шешті. Даяна өзінің қылышын алып, айдаһардың ұясына жол тартты. Ұя таудың етегінде, үлкен үңгірде орналасқан еді. Даяна ұяға жақындағанда, айдаһардың үлкен көзіне көрініп, оған қарсы дайындала бастады. Айдаһар бірден шабуыл жасады. Ол айдаһардың қанатын байлап, оны жерге түсірді. Айдаһар қатты айқайлап Даянаны қорқытпақ болды. Бірақ батыр әйел өзінің батылдығын көрсетті. Даяна айдаһарды ауылдан алысқа қуып жіберді. Ол айдаһарды үлкен орманның ішіне кіргізіп, оны қайта оралмау үшін сол жерде қалдырды. Айдаһар ауылға қайта оралмайтынына көз жеткізгеннен кейін, Даяна ауылға қайтып оралды. Ауыл тұрғындары оны қуанышпен қарсы алды. Олар Даянаға алғыстарын білдіріп, үлкен мереке ұйымдастырды. Ауылда барлығы бір-біріне көмектесіп, қуанышпен тойлады. Бұл мерекеде Даяна да қатысып, ауыл тұрғындарымен бірге отырып, олардың алғыстарын қабылдады. Даяна өзінің миссиясын орындағанын біліп, үлкен мақтанышпен ауылдан кетті. Ол өзінің күшін, батылдығын және адалдығын ауыл тұрғындарына дәлелдеді. Ауыл тұрғындары оны батыр ретінде мойындап, оған алғыстарын білдірді. Бұл мереке Даяна үшін ерекше сәт болды.